Barşаңызға сәлем достар, сіздермен тюльпан самсасын дайындайтын боламыз. Менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіз. Алдағы уақытта басқа да рецепттермен бөлісетін боламын. Алдымен сармайымызды осылай ұнға балап, үкіштен өткізіп аламыз. Содан соң қолымыздың көмегімен сармайымызбен ұнды араластырамыз. Осындай болу керек. Одан кейін айранымызға тұз салып, жақсылап араластырып аламыз. Тұзы еріген уақытта ол айранды жаңағы ұнға қосып, жақсылап жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Егер қамырыңыз қолға жабысып жатса, кішкене ұн қоссаңыз болады. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Енді бетін салафанмен жауып, жарты сағатқа демалдырып қоямыз. Сол арада арасына салатын қоспасын дайындаймыз. Тартылған ет, пияз, дәміне қарай бұрыш және дәміне қарай тұз қосып, жақсылап қолымыздың көмегімен араластырамыз. Міне салмамыз дайын болды. Енді қамырымыздың бетін ашып, бөліктерге бөлеміз. Бұл қамырды жайып, арасына сармай жағып ораудың қажеті жоқ. Себебі құрамында айран сармай болғандықтан олай істеудің қажеті жоқ. Және бұл қамырды мен 40 грамдап таразыға тартып бөлдім. Сонда теңдей бөлінеді. Сіздер де солай жасасаңыздар болады. Енді дөңгелектеп қойған қамырымызды жайып шығамыз. Жұқа етіп қоймаңыздар. Егер жұқа болатын болса, сырты бірінші пісіп, ішіндегі салмасы піспей қалуы мүмкін. Орташа етіп жаямыз. Содан соң жанын жартылай пышақтың көмегімен кесіп аламыз. Салмасын салып, видеодағыдай ораймыз. Орап болғаннан соң астын осылай біріктіреміз. Өте оңай жасалады. Дайын болған самсаларды пергамент қағазын төсеп, тапамызға орналастырамыз. Самсамыздың бетіне жұмыртқаның тек сарысын ғана алып, жағып шығамыз. Содан соң мак, күнжіт, қара күнжіт немесе ақ күнжіт сепсеңіздер болады. Мен қара күнжітпен ақ күнжітті араластырып септім. Бетіне сеуіп болғаннан соң 150 градуста 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әртүрлі, сол үшін өзіңіздің пешіңізге қарай өте баяу отта пісіріңіздер, себебі оралғандықтан арасы піспей қалуы мүмкін. Менің самсаларым дайын болды, арасы толықтай пісті. Сіздер де жасап көріңіздер, дәмі де өте керемет болып шығады. Қонақ келгенде жасасаң өте әдемі көрінетін самсалардың бір түрі. Сіздермен болған Жансая ас болсын.